Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа өте тойымды тағам нан салманың рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге қажетті заттар, қамырына қажетті заттар, тұз қажет, жұмыртқа, су және де ұн қажет. Салмасына, яғни картоп, үйдегі бар көкөністерден жасасаңыздар болады. Сәбіз, қызанақ, болгар бұрышы және де пияз қажет. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға мен алдын ала бір қасық тұзымызды сабалым, үстіне жұмыртқа, суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Яғни қамырларыңыздың мөлшеріне қарай құясыздар суды. Яғни мен 2 зуалаға лайықтап құйдым. Осы ингредиенттердің барлық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Енді ұнымызды суымызға сала отыра қамыр илеп аламыз. Неге қамырымызды илеп алдық. Жақсылап. Енді 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Осы иленген ыдыстың астына төңкеруге болады. Енді сол аралықта салмасын дайындаймыз. Барлық көкөністерімізді кез келген формада турауға болады. Яғни мен осылай 4 бұрыштағы барлығын бірдей қылып турап шығарамын. Видео барысында сіздерге етім көрінбей қапты. Яғни бұл тағамға ет қолданылады. Кез келген еттің түрі жарайды. Тауықтың еті болсын, сиырдың еті болсын. Мен жылқының етін қолданып жатырмын. Етімізді турап аламыз, майдалап 4 бұрыштап. Қазанымызға майды құйып қойдық, алдын ала кішкене қызып жатыр. Енді үстіне бірінші пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Кішкене қызара бастағанда үстіне етімізді саламыз. Жақсылап бір 5 минуттай қуырып аламыз. Мінекей етімізден пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне қалған картоп, сәбіз, қызанақтарымызды салып қуырып аламыз жақсылап. Дәміне қарай өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосуға болады. Яғни қара бұрыш, укроп. Барлығын осылай жақсылап қуырып алдық. 5 минут. Енді үстіне су құямыз. Суды көп құймаңыздар. Осы ішіндегі заттар кішкене батып тұрса болды. Енді 1 сағатқа бетін жауып, жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Сол аралықта қамырын жақсылап жаямыз. Енді оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығамыз қамырымызды. Қамырымызды жайып болдық. Осылай оқтауға орап аламыз. Сосын лапша тәріздес жалпақтауып кесіп аламыз. Кез келген форма жарайды. Енді суды қайнатып алдық. Енді үстіне 2 шай қасық тұз саламыз. Енді қайнап жатқан суымызға қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Ал мінекей қамырымызды пісіріп алдық. Енді бетіне салмасын саламыз. Кішкене бетіне майын алып, қамырларымыздың арасына жағамыз, жабысып қалмау үшін. Тамағымыз дайын болып шықты. Мінекей нан салма тамағымыз өте керемет. Кешкі асқа тойымды тамақ. Жеңіл жасалынады, оңай жасалынады. Яғни ет асуға етіңіз аз